Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Керемет жаңалық достар. Еліміздің тарихында алғашқы рет қылмыстық рақымшылықтан бөлек әкімшілік рақымшылықта берілейін деп жатыр. Яғни айтқанда, мынау жаңа конституцияның аясында бізде Қазақстанда білесіздер көптеген заңдар өзгерді. Соның аясында мынау әкімшілікті рақымшылық, яғни амнистия берілейін деп жатыр екен. Енді қараңыздар, бұл дүние кімдерге жүреді? Әрине, қылмыстық амнистия бұл жүреді жаңағы жазасы жеңілдерге, жазасы орташаларға, иә. Ал адам өлтірген, қылмысты ауыр, немесе отанын сатып опасыздық жасағандарға бұл дүние әрине берілмейді. Себебі отанын бір рет сатқан адам, білеміз, екінші ретте сатады, иә. Оларға берілмейді. Және мынау әкімшілік амнистия, ол микрофинансовыйлардан қарызы барлар, штрафтары барлар, оларға да берілетін болады. Жалпы құны 17 миллиард теңге болады екен бұл дүниенің. Бұл дегеніміз керемет жағдай. Және бұл жерде айтатын болсақ, ағайын, мынау ішіп алып правасынан айырылғандарға амнистия берілмейді. Бұл 100% дұрыс деп санаймын. Оны жаза берудің қажеті жоқ. Маған әлі күнге дейін жұрттар жазып жатыр осы амнистия деген әңгіме шыққаннан кейін. Іштің бе, көтіңді қыс, рөлге отырма. Әңгіменің ақиқаты осы. Өзің өліп қалсаң бір сәрі, сен біреуді өлтіресің ғой. Сондықтан бұндайларға амнистия бермеу өте дұрыс деп білемін. Ал қалғандарына амнистияларыңыз құтты болсын, ағайын.